жастарға оның ішінде айтқым келетіні, кез келген ақпараттың дұрыс бұрыстығына көз жеткізбей жатып, оны таратуға немесе бөлісуге асықпаңыздар. Оны өзіңізде қабылдаудан аулақ болыңыз. Ақпараттың дұрыс бұрыстығына көз жеткізу өзіңіздің келешектегі жаңағы өміріңізге әсер ететінді ұмытпауымыз керек. Яғни біз азаматтарға түсіндіру жұмыстарын жүргізе отырып, олардың деструктивті контентті пайдалануынан сақтаймыз. Немесе біздің жаңағы айтқанымызға құлақ аспаған азаматтарға әкімшілік жауапкершілікке тартуға дейін барамыз. Бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 бабына сәйкес 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға дейін алып келеді. Егер ол ақпараттар үздіксіз таратылып, діни алауыздықты қоздыруға дейін алып келетін болса, оның артында қылмыстық жауапкершілік бар екенін де ұмытпауымыз керек. Яғни 174 бапқа сәйкес қылмыстық кодекстің 2000-нан 7000-ға дейінгі айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу, немесе 2 жылдан 7 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру немесе шектеу шаралар қаралған.